Қазақстандағы ең көп өткен көлік, бұл енді Қазақстандағы нөмір бірінші десек болады. Сатылым бойынша әлі 2 жыл болды. Сатылым бойынша бірінші орында келе жатыр. Яғни қол жетімді болғандықтан Chevrolet Cobalt деген көлік. Бұл 1.5 септі қозғалтқыш, қорабы механика, одан кейін автомат. Автоматы көп сатылды, механикасы сатылымы өте аз болды. Не дегенмен арада 500 мың теңге айырмашылық болғандықтан көп адамдар автоматқа жүгірді, автомат алуға. Сондықтан Chevrolet Cobalt'ты бағанада айтып жатырмын. Cobalt кедейлердің машинасы деген атау алды бұл машина. Не дегенмен қалталы азаматтар бұл көлікті мінбейді. Баяғыда Қазақстанда Дайбы Nexia машина айдағанды айтушы еді.